мына жерде деген үлкен жәрмеңке болып жатыр, күшті мерекелер. Соған Гүлекеңді үйде жатқан жерден шақырып алдым ғой, Гүлекей келшейші деп. Не болатын түсіндірші. Ана жерде 100 теңгеден тегін қарыз беріп жатыр. Қалай алу керек білесің бе? Чекетті алып берем қазір. Так, айтшы болғанда ана жаққа қарата барасың. Ана жерден қағаз аласың. Не қағазын ал деп аламын. Не берші? Талон берші, жетон берді, жетон. Ол не үшін сонда? Сұрашыш бер, көште айтады ғой сіз. Ұятмыз ба? Жоқ, өзі беріп жатыр, халық алып отыр ғана қарсы. Топырлап қаншама адамдар тұр енді. Оны сіз бермей ма не қарбызды? Жоқ, ол сіз бермейді. 100 теңге бірақ қарбыз. Нен қарбыз? Нен қарбыз? Ақылы кетеміз ғой? Иә, енді не істейсің? Сіз мен қыдыртуға шақырып жатқан жан қарбыз атып қоймадысың ба? Енді қарбыз, тиген қарбызды қалай алмайсың? Мына жерден қазір бір қағаз алады. Жын сұрай берші. Мына қыздар бере беретін еді ғой. Бересіз ба? Бітіп кетті ме? Мәссаған. Ал дейді, бірдеме келсе су құрайды дейді ғой. Сен жақсы адам сияқты едің ғой. Бітіп кетті. Гүлеке, бәрібір қарбызды алайын деп тұрсың, арқалауға еніп тұр. Ана жерде бар жетон аласың дейді. Ана жерде бар жетон аласың дейді. Сосын соған қарбыз аласың. Бірақ ана мана нені алғанда, қағазды алғанда кешкі 6-да лотереяға қатысатын едің да? Иә, машина өтіп кететін едім, шанс береді. Көрдің бе, бір Мерседес өтіп кететін едім. Гүлекең, мынау арбуздың парақшасына тіркеліп жатыр. Қиын ба не? Иә да. Сен дейсің бе күнде Инстаграм жүргізіп жүрген? Ал тіркеліп алды. Ана жерге барып, сары жетон ала қой. Қоймайды екен. Мына жерде түсініксіздеу болып жатыр да, ана тағы да басқа заттарды беріп, мед па бір нәрселер. Қалай алу керек екені белгісіз да. Мысалы, мына жерде бір ұйымдастырушылар жүрсе жақсы болар еді да. Үлкен мындай мейрам болып жатыр мерекелерде. Менің құрметіне қалай болып жатыр? Арбуз деген онлайн магазин ғой, супермаркет. Сол мына жерде өздерін таныстыру үшін үлкен шара жасап жатыр. Сол шараға қош келдіңіз, Гүлеке. Бүткіл тамақтарын бәрін ана жерде көрсетіп жатыр. Иә, арбуздың ішінде тамақтар. Сатып алуыңа болады. Мен магазинді білмеймін. Интернетте бар. Онлайн деген онлайн. Жер қарбызыңды алайық. Гүлеке, ана жерге барып қарбыз алуыңа болады, таңдап аласың ана жерден барып. Иә, мана қолында сары қағазды көрсетті. Нен қарбызды берші дешіш? Мен таңдай алмаймын да. Көзің көрмей ме не? Үлкен кішкентайды айыра алмайсың ба не? Сен көтеруге еніп кетсің ба? Мына жерде балдар береді. Қарбыз 100 теңгеден тегін емейнемен, тегін қарбыздың үсті. Ана қарбыздар қанша болады негізінде? Килосы неше теңгеден? 100 бе? Бір қарбыз 1000 теңге емес пе ана неде тұрғанда? Иә, ол мұндадан кішкентай ол. Да? Ne ördün? Ne қарбыз алып жатыр ана? Арбуз дегенде қарбыз сатады ма сонда? Қарбыз арзан сатады ма сонда? Арбуз деген магазин. Ал. Бұл нештеңге алдың? Неше теңгеге алдың? Неше килограмм? Bir 15 kilo var. Сен салмағыңмен бірдей ғой анау? 20 kilo сатқан. Бұл жерде не, май ғой да мынау да? Топленый май дей ма? Иә, топленый май. Қанша мол? Так, бағалар мынандай. 4900. Жарты килосы 4900. Сонда натуральный деп айтыла ма бұл? Натуральный звали өзіміз. Инстаграмы мынандай. Иә, Инстаграм. Жарты килограмм бесін ба? Жоқ, жібер. Күшті ме екен? Мына жерді қарайық. Мына жерде не бар? Мұнда не бар балдар? Шей. Шей ма? Таза үнді шейі. Қанша? 2000. 2000 жарым. Бұл қайдан келіп тұр? Индия. Индиядан келіп тұр ма? Ана кісі Индияның кісісі ма? Иә. Индияның кісі өзі келіп татып отыр. Ne var қанша? Біздің шайлардың айырмашылығы қандай? Магазиндегі шайдан. Бұл не бұл?
Такого, как у нас в магазинах, нету. Нету, да? Только индийский. Вот этот крепкий очень. Мындай бар сияқты магазинде. Вот такие какие-то. Вот здесь снизу можно посмотреть даже с чем он. Qancha deydi? 2,5 deydi. 2,5. Küçük ekan. Ince de şeyler var. Buruş. Buruş bence. Ağuşuk ba. Ağuşuk. Жерде фрукты. İyi adam ditindeki ağaçlara doldu. Böyle bir ağaçlarını da koyayım da. Cede de bir neşe satıyor. Kursu. Ne gustodur? Ладжан. Самый вкусный ладжан в мире. Onu da Can değil ha? Ох, сейчас хорошо будет. Будьте аккуратны. Aşı mı onu da? Aşı mı? Ha. Ne mi? Garçısı yaktı mı? бәрі ашық. Оны неге нетіп жатыр? Мынаған неге жағып жеп жатыр? Мынау тәтті зат емес пе? Дәмі жоқ не ғой, ана хлебцы Иә. ғой, хлебцы, нан. Осыған. Соған жағып жүр. Мә мен жеп қойшы, ашық жағмай қалдым. Қанша стакан? Шоколадты тоты ма? 2 мың дейді. Жоқ, ана клубника шоколады ғой. Стакан мындай. 2 мың дейді. Осында кетіп кетті жаңа сен берген аш. Айтқан жеме деп. Бұл жерде көкөністер.